Елімізде жастардың діни білім алуына барлық жағдай жасалған. Діни сауатын арттырғысы келген немесе осы саланың маманы болуды армандаған жерлестерімізге сатылы түрде білім алу бағдарламалары қарастырылған. Бірақ соған қарамастан әлі де шетелдегі марказдарға бүйрегі бұрып тұратындар бар. Тіпті бұған таяу шығыс пен Ауғанстан аймағындағы күрделі ахуалда тоқтау болмай тұр. Араб елдерінде тіл үйрететін әрі Құран жаттататын орталықтарды марказ не худжра деп атайды. Құрылтайшылары жеке қорлар. Заңсыз марказдардың бағыты дәстүрлі исламдық ұстанымдарымызбен үйлеспейді. Радикалды идеологияны насихаттау арқылы дәстүрімізді мансұқтайды. Ұлттың тарихын даттап, жадымыздан өшіруге тырысады. Бейресми марказдардың тасасында Даиш, Хаят Тахри Аш-Шам, Катиба Таухид Валь Джихад сынды террористік ұйымдар тұр. Бұған Сириядағы сойқан басталғанда аталған тіл курстарындағы жастардың лаңкестерге жақтасқаны дәлел. Бұл тенденция әлі тоқтамай тұр. Тек қатарларына жақтас жинаудың тактикасы өзгерді. Қылмыстық пиғылдары әшкереленген ағымдар қазір мектеп жасындағы балаларға арнап офлайн әрі онлайн медреселер ашып жатыр. Шынайы исламды үйретеміз деген желеумен жабық мекемелерінде экстремистік идеологияларын дәріптейді. Жеткіншектерге Каир мен Стамбул көшелерінде қайыр тілетеді. Бүгін догматизм доктринасын қабылдағандар ертең елге оралып ойран салмасына кім кепіл? Псевдоуағызшылардың үгіт насихатынан арып, кәмелет жасқа толмаған балалар ресми жеке мектептерде оқиды деген жалған анықтама жасап, оларды шекара асырған ата-аналар анықталып отыр. Қазіргі таңда республика бойынша тізім жасалып жатыр. Шетелдік марказдардағы балаларды елге қайтару жұмыстары қолға алынды. Ата-аналарға айыппұл салынды. Егер мұндай оқиға қайталанса, оларды ата-ана құқығынан айырмақ. Ұрпағымыз ұлтынан алыстамай, ұлағатты тұлға болып қалыптассын десек, оларды шеттегі күмәнді діни марказдарға жібермей, елдегі ресми білім ордаларында оқытқан абзал. Сенімді жерден білім алу сақтықтың алғы шарты.